Ассалаумағалейкум қазақ елі. Солтүстік Қазақстан облысы Жалақын ауданы Балуан ауылының тумасымын. Біздердің бәленбай жыл болды уже соттасып жатқан сот шешімдеріне біздің көңіліміз толмайды. Өйткені бір ауылдың 4322 гектар жерін 286 адамның жер үлестерін біздің сыртымыздан заңсыз сатып жерген. Ол жерде судебный исполнитель алаяқтар бар, Жанғалиев деген ағайынды, әкімшілік жер қатынастар бөлімі бар, юстициясы бар, аудандық сот бар. Барлығы сыртымыздан жасап сатып жүрген 9 миллион теңге қарыз үшін бөлінетін жерді жер үлестерін алып 25 миллионға түгелге сатып жүрген. Хотя жартысын сатса да сол қарыздан құтылатын еді. Содан бері оны бізге айтпаған, сыртымыздан пайымызды беріп жүре берген. Сөйтіп 20 жылдан бері соттасып жатырмыз. Бірақ та мынау сот үкімдеріне деген біздің көңіліміз толмайды. Негізі басында мынау қаңтардан кейін кішкене беті қарап еді соттардың. 22 жылы мынау Солтүстік Қазақстан облыстық экономика сотынан бір оттық, сөйтіп Ақтаудан оттық, сөйтіп апелляцияға берді, олар қайтып оттық. Енді мынау осы 2024 жылы мынау біздің не сот, жоғары сот, яғни 2024 жылдың 2028 не 21 февральда 24 жыл Верховный суд Тоқтарова, судья Жусупбекова, Қуанышева, солар алдында өткен решенияларды қайттан қарастыруға жіберді да, сол алдына шығарған, өздерінің шығарған Солтүстік Қазақстан облыстық соты, Ақтау облыстық соттары өздерінің шығарған решенияларын қайтадан қарсы шығарып, яғни истек срок исковой давности деп жіберді. Оның бәрі мынау Верховный соттан келген указаниеден кейін ғана істелген нәрсе екенін айдан алып. Сондықтан мынау біздің сұрайтынымыз мынау соттарды не бойынша выбор жасап солармен ғана нету керек. Әйтпесе қойылған соттар мынау нетпейді, жұмыс жасамайды халыққа. Жалғыз біздің Солтүстік Қазақстан облысында миллиондан гектар жерден айырылғанбыз. Енді мен өзімнің анық білетін, біздің Шалақын ауданында 14-15 мың адам 150 мың гектардай жерден айырылып отыр. Бірақ та сол бас көтерейік десе, мынау үкімет тарапынан, прокуратура тарапынан соларға қысым жасалып, ешкім ешқайда арыздан алмай отыр. Яғни соттарға берген барлық істерінің бәрі срок давности дегенді алып нетіп отыр да. Негізі мынау 49 жылға берілген жердің срок давности 49 жыл болу керек екен ғой заң бойынша. Бізде Бақытжан Базарбек адвокатымыз болған, соның өзінде де болмай жатыр. Бұл үкіметке халықтың сенімі қалмай баратыр. Мынау әлбетте үкімет халықпен бірге болмаса, бұл ештеңе болмайды. Халық қана қаласа, хан түйесін сояды дейді қазақ. Халықпен бір болу керек, халықпен жаулас болу керек. Мынау өйткені сот шешімдеріне ешкімнің ешқандай, біздің Солтүстік Қазақстан облысында, тек қана Солтүстік Қазақстан облысында осы 2024 жылдың ноябрь айында, ноябрь-декабрьден 2 сотты парамен ұстады. Мысалы, соның өзі көрсеткіш қой. Сондықтан мынау соттарды қайтадан қарау және де мынау ведомствоаралық комиссия құруын талап етеміз.